мынау әркімнің құқығы туралы мәселе көтерілген кезде бір азаматтың құқығы біткен жерде екінші азаматтың құқығы басталатынын білуіміз керек. Бүгінгі таңда әлеуметтік желілердің дамуымен мынау сөз бостандығымен біреудің ар-ождан намысын таптау дүниелері орын алып отыр. Соның ара жігін жіктеп, арасында өзі шекарасын бекітіп осы конституция жазып отыр. Онымен қоса мынау дүние жүзінде дамыған елдерде көптеген Миранда тәртібі, Миранда қағидаты. Америкалық киноларын көресіздер ғой? Иә, сол жерде мысалы анау айтады ғой америкалық киноларда. Вы имеете право хранить молчание, либо все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде. Осы мынау Миранда қағидаты. Бұл пайда болуы 1966 жылы Аризона штатында болған. Миранда Эрнесто деген азаматты ұстаған кезде оның қандай айып тағылғаны, қандай құқықтар бар екенін түсіндірілмей, қамауға алып, елдің арасында шу шығып, сол кісіні бостандыққа алып шығады. Бұл яғни біздің әрқайсымыздың құқығымыздың қорғалуына бірінші принципі. Ол біздің айып қандай айып тағылып отқаны, қандай құқықтарымыздың бар екендігін бұдан былай түсіндіру. Бұл өте үлкен қозғалыс құқықтың қорғалуындағы. Соның жүзеге асқанынан біз алдағы уақытта одан қоса мысалы енді сот алдындағы теңдік дейміз. Айыптаушы орган бар, ақтаушы жаңағы адвокаттар бар. Адвокаттарымыз бүгінгі күнге дейін конституциялық статус болмай келді. Яғни сот алдындағы тепе-теңдік принципінің кішкене күмән бар екеніне. Бүгінгі күнде адвокаттарға ерекше статус беруі азаматтардың құқығының қорғалуына конституциялық статус берілуі бұл сот алдындағы тепе-теңдік, айыптаушы мен ақтаушының теңдігі, құқықтарының теңдіктерін көрсетіп отыр. Осы сияқты адамның құқығын қорғалуына көптеген өзгерістер енгізілді. Енді ең бастысы өзі қазақтың қаймағы бұзылмаған оңтүстіктің өкілдеріміз ғой, жерлестер. Үлкен өтінішіміз, үлкен сіздерден сұрайтынымыз 15 наурызда бір отбасының баласындай барлығымыз барып, өз таңдауымызды жасап, ел болашағына өз үлесімізді қоса берейік.